Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет, екі ғана заттан жасалатын өте дәмді, үйде қатып қалған булка нан бар болса, соны жұмыртқаға аунатып, сіздерге керемет тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей бізге 4 жұмыртқа қажет болады, және желінбей қалған булка нан қажет болады. Желінбей қалған нанымызды қазір балаларға жегізетін боламын. Ол үшін 4 жұмыртқаға кішкене тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сарысы мен ағы араласуы қажет. Дәл осы менің рецептім бойынша жасап берсеңіздер, балаларыңыз тағы да сұрайтын болады. Өте дәмді болып шығатын болады. Араластырып алдық. Енді нанымызды тақтайға қойып, бөлшектерге бөлетін боламыз. Біздер балалар нанды сәл қатып қалса жегісі келмей қалады. Сол үшін мен осылай жегізіп жіберемін. Обал болады деп жасап беремін. Балалар қатты ұнатады. Ертесіне тағы да сұрайтын болады. Таңғы асқа осындай жасап бердім мен. Түскі асқа, таңғы асқа жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мен өзіме де ұнайды. Барлығын осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Лепешка нан болса да болады. Лепешка нанды да осылай бөлшектерге бөліп аунатып берсеңіздер, жұмыртқаға аунатып берсеңіздер, өте керемет болып шығады. Қандай нан болса да мен осылай жұмыртқаға аунатып берсем, балаларым жақсы көреді. Басқа тағамдарға қарағанда осындай жасап берсем, жақсы жейді. Осылай жұмыртқаға барлық шетін тигізіп аунатып аламыз. Барлық шетіне тию қажет. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеомды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып кетсеңіздер, мен керемет рецептілер салатын боламын. Сол рецептілер сізге қоңырауша болып келіп тұрады. Осылай барлығын осылай жасап шығамыз. Енді қызып тұрған майымызға пісіріп алатын боламыз. Шетінен салып, қап-қызыл қылып пісірсеңіздер, дәмді болып шығады. Ақшыл болып қалмауы қажет. Мен барлығын салып, пісіріп алатын боламын. Өте керемет болып шығады. Осылай барлығын екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Пісіп қалды, уже арғы бетін аударатын боламыз. Қиындай емес, оңай. Аударып пісіріп береміз. Баласы көп үйлерге өте жақсы, әрі сүйсініп жейді. Жұмыртқаның құры өзін бергенше тойымды болады. Қып-қызыл болып пісті. Нанымыз дайын болды. Майға қуырылған нанымыз өте дәмді болып шықты. Енді шетінен тарелкаға бірдеңеге сүзіп алатын боламыз. Осылай үйде қалған нандарды осылай жұмыртқаға аунатып берсеңіздер, балаларыңыз өте сүйсініп жейтін болады. Нанымыз дайын болды.
ас болсын, сіздер де жасап беріңіздер. Мінекей қатқан нанымыз жұп-жұмсақ болып шықты. Мінекей жұп-жұмсақ. Үйде әжеміз де барлығы жейтін болады. Атамыз, әжеміз барлығы жейді.